Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз таңғы асқа өте пайдалы әрі тойымды бутерброд жасайтын боламыз. Ол үшін бізге авокадо және нан қажет. Нан менде табиғи ашытқымен піскен және тостерде қыздырылған. Бізге жұмсақ авокадо қажет. Ол үшін авокадоны жұмсақ жерін бассаңыздар, бізде саусақ іздері батады. Пышақпен айнала етіп кесіп шығамыз. Және видеодағыдай етіп бұрасаңыздар, екі бөлігін ажыратуға болады. Ортасында үлкен дәні болады. Оны өсіргіңіз келсе, өсірсеңіздер болады. Пышақпен дәнін алып, кішкене қасықпен авокадоның жұмсағын жеке ыдысқа салып аламыз. Енді мен шанышқымен осылай авокадоны кішкене езгілеп алдым. Егер сіздерде басқа құрылғы болса, сонымен де жұмсартып алсаңыздар болады. Дәмін келтіру үшін гималай тұзын, қара бұрыш және лимон шырынын қосамын. Өз қалауыңызша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Сонымен қоса бұл бутербродке мен суда піскен жұмыртқаны да қосатын болдым. Ыңғайыңызға қарай жұмыртқаны бөлшектеп аламыз. Қуырылған нанның біріне мен сүзбелі ірімшік, ал екіншісіне сары май жақтым. Барлығын жағып болғаннан кейін үстіне авокадо және оның үстіне жұмыртқаны қоямыз. Міндетті түрде осындай таңғы ас жасап көріңіздер. Оңай, әрі дәмді, әрі пайдалы. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде өте пайдалы видеолар сіздерді күтеді.